Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған қазақ тілін латын графикасына ауыстыру бағытындағы жұмыстар қарқынды түрде жүзеге асып келуде. Бұл ретте түсіндіру шараларының маңызы орасан. Осы мақсатта ағымдағы аптаның бейсенбісінде Үшбайлық қоғамдық бірлестігінің өкілдері арнайы дөңгелек үстел ұйымдастырды. Неге біз латын қарпіне көшіп жатырмыз? Біз қазақтар түркі тектес елміз. Түркінің елі бар. 50 елдің 56% латын графикасын пайдаланады. 26% араб графикасын пайдаланады. 17% кирилл графикасын пайдаланады. Екінші жағы біз 30 экономикасы дамыған, бәсекеге қабілетті елдің құрамына кірмекшіміз. Сол 30 мықты экономикалы елдің 22-сінің әрбір латын графикасы. Үшіншіден біз цифрлы Қазақстан, барлық нәрсе интернет, коммуникация технологияның дамыған заманы, осы интернеттің бойында жүретін ақпараттың 48% латын графикасында, 4% кирилл графикасында. Сондықтан өзіміздің тілімізді жаңа төл өзімізге тән табиғатпен жасап алып, қазіргі жаһанданудағы ең көп қолданатын әліпбиге көшіріп алып, қазақ тілінің мәртебесін көшірмексіміз. Кездесу барысында Үшбайлық қоғамдық бірлестігінің директоры Оразгүл Асанғазықызы қазақ тілінің латын графикасына ауыстырудағы мақсат мүдделер турасында кең көлемді ақпаратын ұсынды. Бүгінгі күннің талабына айналған латын графикасының ресми түрде енгізілуін күтпей-ақ күнделікті өмірде қолдануға кеңес берді. 20-шы жылы мектептің бастауыш класы, 23-ші жылы мемлекеттік қызметкерлер, 2025 жылы бұқаралық ақпарат құралдары бүкіл халық дейді. Айналайындар 20-ны да күтудің керек жоқ, 23-ті де күтудің керек жоқ, 25-ті де күтудің. Сендерге 80% таныс, айттым ғой жаңа, қаяқтан таныс екен. 20% өзіміздің төләрі. Аның төбесіне сәукеле қадайсың. Акут дейді оны. Акутты қойсаң, аң не болып шыға келеді? Ә болып шыға. Оның төбесіне үкі тақсаң, ө болып шығады. Ынның төбесіне үкі тақсаң, ын болып шығады. Ғының төбесіне үкі тақсаң, ғ болып шығады. Осылайша бір күн отырсаң, үйреніп аласың. Дөңгелек үстел жалғасында жаңа емле ережесіндегі жаңалықтармен тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының жетекші ғылыми қызметкері Нұрсәуле Ырсалиева таныстырып шықты. Мақұлданып бекітілген латын графикасының егжей-тегжейлі талдап, әріптердің дұрыс қолдану мен жазуына мән беру қажеттігін еске салды. Орфографиялық жұмыс тобы құрылған болатын, біздің ұлттық комиссия жанынан 4 жұмыс топ жұмыс істеп жатыр. Орфография, әдістеме, терминология және IT мамандарынан құралған осы шараның түгелмен аяғына дейін алып бару үшін. Орфографиялық топ әліпбиді жасаған жоқ. Бізге енді осы әліпби келді. Сол қолымыздағы бар әліпбимен біз емле ереже жасадық. Пайдалы кеңестер мен толымды ақпараттар берілген кездесуге арнайы қатысқан қала әкімінің орынбасары Досқан Әміренов қаламызға арнайы келген меймандарға ризашылық сезімдерін білдірді. Өз кезегінде бұл жолғы кездесу шаһар қонақтарының көңілінде шыққан болса керек. Халықтың барлығы біліп отыр, түсініп отыр, әріптердің қайсысының қандай артықшылығын, кемшілігін бәрін айтып отыр, оқи алып отыр. Сондықтан халық бізге дейінде оқыған, танысқан, білген және бұл саясатпен олар келісіп отыр. Айта кетерлік жағдай латын әліпбиі және жазу реформасы тақырыбында ұйымдастырған дөңгелек үстелге қаламыздың тіл мамандары мен қазақ тілі пән мұғалімдері қатысты. Кездесу Ақмола облысы ішкі саясат басқармасының тапсырмасына орай Үшбайлық қоғамдық бірлестігінің бастамасымен атқарылған болса керек.